Привет. Бүгін мен өз-өзіңе дос бола алу қабілеті туралы айтқым келеді. Бұл қабілет, және менің ойымша негізі осы қабілетті үйренгеннен кейін сенің өмірің және өз-өзіңе деген ара қатынасың жақсы жаққа өзгереді. Мағынасы, сен өзің ең жақын керемет досыңа қалай дос боласың, дәл солай өз-өзіңе де дос болуың керек. Яғни керек кезде жұбатасың, поддержка бересің. Мысалы, қателіктерді айтасың, егер мына жерден сенде қателік кетті деген сияқты. Бірақ ең маңыздысы бұл жерде сен өз-өзіңе, досыңа қарағандай, махаббатпен қарайсың. Мысалы, досымыз белгілі бір ситуацияға тап болған кезде, бізге соны айтып жатыр. Біз білеміз, ол ситуацияны ешқалай өзгерте алмаймыз, бірақ біз поддержка, көңіл ретінде поддержка береміз. Оны айтқанын түсінеміз, айтқанын тыңдаймыз, өзіміз реакциямызды береміз. Сол сияқты өз-өзімізге қарау бұл жерде. Просто обычно біз достарымызға деген отношениеміз жақсы болады, біз жақсы жақтан қараймыз. Егер олар қателік жасап саған айтып жатса, өздерінің қателіктері туралы, сен айтпайсың, молодец, сен қателік жасадың, сен ештеңеге жарамайсың деген сөздер айтпаймыз, дұрыс па? Біз всегда махаббатпен қарап, поддержка бере аламыз, мейіріммен қараймыз, объективно қараймыз. Мысалы, сен бір қателік жасадың, және сол қателік сенің қандай адам екенін көрсетпейтінін білеміз. Ал өзімізге келген кезде ондай отношение почему-то жоқ болады. Сонда былай айтқанда, двойные стандарты. Біз достарымызға немесе басқа адамдарға сырттағы олай қарамаймыз, ал өзімізге келген кезде что-то жаман отношениемен қараймыз. Мысалы, ойымыздағы тірлікті, істі жасамасақ, ойым озай болмаса, ол сразу менің қолымнан ештеңе келмейді, мен дұрыс істемедім, мен кесірімнен, мен ештеңеге жарамаймын деген сөздерді айта бастаймыз. Хотя біз де адамбыз, сондықтан өзімізге де дос ретінде қарасақ, мейірімділікпен де қараймыз. Психотерапияда немесе психологияда бізде техника бар, техника двойных стандартов деп аталады, как раз таки, немесе техника сопереживания. Кәдімгі бұл техника жасау керек. Обычно телефондағы заметкаға болсын, немесе параққа болсын жасауға кеңес беремін. Негізі өзім де қолданамын. Техниканы түсіндірсем, қағазды аламыз, немесе заметкаға жазамыз, бастаймыз. Мысалы, бұл біздің досымыз жазып тұрғандай. Ол өзінің проблемасын айтады, мысалы, жақында экзамен болды, немесе жақында тест, ал мен одан өзім қалағандай бал алмадым, немесе қалағандай результат ала алмадым. Бұл менің кесірім, мен өзім дұрыстап оқымадым, мен ештеңеге жарамаймын. Тағы да экзамендерде мен құлайтын шығармын, немесе тағы да келе жатқан тесттерде мен бұдан жоғары бал аламайтын шығармын, деп саған досың жазады. Сен оған жауап беретінде, бірінші ойланасың, осындай досың, ең жақын досың, осындай ситуацияда сен қалай жауап берер едің? Мысалы, әрине сен ойлағандай бал немесе результат алмаған өкініштірек, мен түсінем сен не себептен осындай көңіл күйде екенің, бірақ сен айтып тұрған сөздерің не совсем реалистично. Бұл жай ғана тест, және келе жатқан тесттерде сен жақсы бал ала аласың. Егер жақсы дайындасаң, бұдан да жақсы дайындасаң, ол сенің адам ретіндегі құныңды көрсетпейді, бұл оценка. Сенің қолыңнан келеді тағы да тырысуға, сен қолыңнан келеді келе жатқан тест немесе экзаменде жоғары бал алуға. Сен әрқашан сенің қасында боламын, саған көмектесе аламын, егер қаласаң екеуміз де бірге дайындалайық. Немесе егер қаласаң, мен саған осы экзаменге байланысты сұрақтар қояйын, сен жауап бер, мен саған көмектесе аламын. Өзі түсінген шығарсың, примерно қандай болады. Яғни на самом деле досың деп жауап тұрған ситуация, ол сенде болып тұрған ситуация, сен өз-өзіңе дос ретінде жауап бересің. Немесе былай ретінде қарасың болады, саған досың хат жазып тұр, сен сол хаттарға жауап бересің. Еще техниканың маңыздылығы бұл жерде. Себебі біз басқа адам ретінде басқа біреудің ситуациясына қарасақ, на самом деле объективно қараймыз. Біз олай негативно ойламаймыз. Это нереалистично то, что сен бір қателік жасадың, сен өмір бойы да қателік жасайсың, және сенің бір қателігің сенің адам ретінде құныңды көрсететіні. Ол олай емес. Бірақ біз өзіміз сондай ситуацияға тап болған кезде обычно солай ойлай бастаймыз. То есть нереалистично ойлай бастаймыз. Сондықтан ойыңда болсын, сондай ситуация тап болған кезде сразу егер сенің ең жақын досың, ең керемет досың дәл осындай сен тап болған ситуацияға тап болған кезде мен оған қалай жауап беретін едім, мен қалай оны қолдайтын едім деп өз-өзіңе сұрақ қойған дұрысырақ. Дұрыс қой, жаңа мысалы пример ретінде, мысал ретінде мен айттым ғой, досымыз экзамен өзі ойлағандай бал ала алмады, біз қалай жауап бердік? Әрине біз жақын досымызға жауап бермес едік, молодец, сен заслуживаешь этого, сен алған бал сенің құныңды көрсетеді, сен дұрыс айтасың, сен келе жатқан экзамендерде де дәл осындай бал аласың деп. Әрине біз айтпаймыз. Но почему-то иногда біз өзімізге солай айтамыз. Дәл осы ситуация бар. Сондықтан неге олай, мысалы, былай қарап тұрсақ, неге біз де адамбыз, неге біз өз-өзімізге олай жауап береміз? Почему бы
өз өзімге как дос ретінде жақсы қарамасқа. Және осы техникадан бөлек негізі өз өзіңе дос бола алу қабілеті өте керек деп ойлаймын мен. Себебі егер сен өз өзіңе жақын дос бола ала білсең, өз өзіңе сенесің. А это көп өмірдегі көп мысалы решение жасайтын кезде, белгілі бір ситуациялар болған кезде сен ең бірінші өзіңе сенесің. Сен біреудің мнениесін сұрамайсың. Бірінші. Мен айтпаймын біреудің мнениесін сұрамау керек деп. Просто сен ең бірінші сұрауың керек. Себебі бұл саған керек, бұл сенің решениең болу керек. Екіншіден, өмірде дәл керек кезде не факт то, что сені жұбататын адам табасың. Бывает такое, не всегда это получится. Ал кез келген уақытта, любой моментте сен өз өзіңе қолдау бере аласың, өз өзіңді жұбата аласың. Сөз бар ғой, ты не один, у тебя есть ты деген. Сондықтан мен ойламаймын, өз өзіңмен сөйлесу ол жаман нәрсе деп почему-то айтады, сен там псих па бірдеңе өз өзіңмен сөйлесетін деген сияқты. Мне кажется, ол жақсы, өз өзіңмен сөйлесе білу деген. Себебі сен любой решение болсын, осознанно жасай бастайсың, өз өзіңе сұрайсың. Маған мына адамның жасап жатқан отношение маған ұнай ма? Белгілі бір зат маған негізі керек па, немесе керек емес пе? Может, бұл просто окружениемдағы ойлар, менің өзімнің шын ойым емес. Сондықтан мен итермелеймін негізі жақсы жақтан, то что өз өзіңе дос болуың керек. Даже то, что сен өміріңде ондай пока что, ондай бір жақын дос ретінде адам таппасаң, сен өз өзіңнің ең бірінші бола аласың. Сен өз өзің білесің, түсінесің. Сен білесің саған не ұнайтын, сен білесің саған не ұнамайтын. Былай айтқанда сырттағы негатив сенің өз өзіңе деген отношениеңе никак өзгерте алмайды. Сенің самооценкаң более-менее стабильный болып тұрады. Еще өз өзіңе жақын дос болу деген керек кезде пинок беру, мотивация бере аласың өз өзіңе. Саған не себептен мотивация? Белгілі бір зат істеуге. Сен өз өзіңе айта бастайсың. Не үшін бұл саған керек? Даже мотивация болмағанның өзінде де все равно саған мына тірлікті жасау керек. Мысалы, НТ-ға дайындалатын кезде күнделікті тірлік жасау керек, күнделікті оқу керек. Бірақ мотивация всегда болмайды. Ол факт. Бірақ зато сен өз өзіңе айтасың. Саған все равно бүгін сабақ оқу. Этого не избежать, саған оқуың керек, потому что сен белгілі бір балды алғың келеді, НТ-да. Не только өз өзіңе жақын дос болу алу, не только жақсы жақтарыңды өз өзіңе айту. Сен өз өзіңнің қателіктерін түсінуің керек. Мысалы, белгілі бір адамға деген сенің отношениең негізі, может, сен бір андай ашу үстінде болсын, сөздер айтып қойсаң, сен өз өзіңді түсінуің керек. Дос ретінде сен дұрыс жасамадың. Мне кажется, бізге сол адамнан кешірім сұрау керек деген сияқты өз өзің айта білуің керек. Сондықтан жеке тұлға ретінде өз өзіміз сыйлайық, дос ретінде өзіміз сыйлайық, өз өзімізді тыңдайық, өз өзімізге деген қолдау әрқашан болсын. Досқа, ең жақын досың ретінде. Себебі біз қайталанбайтын тұлғамыз. Сен сияқты адам болмаған да және болмайды да. Сондықтан надеюсь, осы видеодан сен өз өзіңе бір түйін түйдің. Және сол түйген ойыңды комментарийға жазса, мен қуана оқимын. Бүгінге осы өз өзіміздің ең жақын досымыз болайық. Келесі кездескенше. Пока.